bir-iki sұрағым бар еді, соны қойсам бола ма? Болады. Сіз балаларыңызға, немерелеріңізге ертегі оқып бересіз бе? Әрине оқып берем. Менің сен сияқты бір-бірінен тәтті кішкентай немерелерім бар. Күнделікті жатар уақытта соларға ертегі оқып беруге тырысамын. Екінші сұрақ. Ертегілер балалар тәрбиесінде қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Балалардың тәрбиесіне өте маңызды деп ойлаймыз. Себебі ертегінің астарында шындық болады. Оның тәрбиелік мәні өте жоғары деп ойлаймын. Жауаптарыңызға рахмет. Саған да рахмет болды. Саламатсыз ба ағай? Саламатсың ба? Сізге жұбан туралы бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Қазақ ертегілеріндегі ертегілерді қаншалықты жиі оқисыз? Қазақ ертегілерін қазіргі таңда ұлдарыма, балаларыма жиі оқып беремін. Көбінде күнделікті бір рет болсын оқимыз. Екінші сұрағым. Ертегілер балалар тәрбиесінде қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Ертегілер баланың ойлау қабілеті мен философиясын, яғни шығармашылығын дамытады деп ойлаймын. Бала кеңінен ойлай алады және ой еркіндігін береді деп ойлаймын. Ертегілер. Жауабыңыз үшін рахмет ағай. Жақсы, жауабыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Саламатсыз ба ағай? Сізге жұбан туралы бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Болады. Сіз қазақ ертегілерін қаншалықты жиі оқисыз? Қазақ ертегілерін кішкене кезімде оқыдым. Қазақ ертегілерін Алпамыс батыр жайлы, ертөстік жайлы оқыдым. Ал қазіргі таңда үлкен туындыларды оқып жатырмын. Ертегіні қазіргі таңда оқып жатқаным жоқ. Екінші сұрағым. Ертегілер қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Ертегілерде ол ертегі өзіміздің тарихымызда ертегі есебіндегі жас балдарға жеткізген. Ол ертегі қазіргі балдардың дамуына, тарихын білуге өте үлкен үлес қосады. Жауаптарыңыз үшін рахмет. Саламатсыз ба апай? Саламатсың. Сізге бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Болады. Бірінші сұрақ. Сіз балаларыңызға, немерелеріңізге жиі ертегі оқып бересіз бе? Менің балаларым есейіп кеткен, үлкен болып кеткен. Бірақ кішкентай кезінде ертегі оқып бердім. Ертегіні өте жақсы көретін тұғым. Әзір енді немерелерім басқа қалада келген кездерінде бірақ оқып беремін. Бірақ өте сирек болады ол. Олар басқа қалада тұрады. Екінші сұрақ. Ертегілер балаларға қаншалықты өмірлік құндылықтарды үйретеді деп ойлайсыз? Жалпы ертегілердің түрлері көп қой. Ертегіден балалар, мен өзімнің ойым, өтірік айтпауды, шыншылдықты, батырлықты, сосын қиял-ғажайып ертегілерден қиялдауды, армандауды үйренеді. Мысалға, жаңағы батырлар ертегілерінен батырлардан алып қарасақ, ер жүрек батырларды көп жақсы суреттеп айтады. Содан балалар өздеріне бір... Саламатсыз ба апай? Саламатсың. Сізге жұбан бойынша бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Болады. Қойылды. Сіз сыныпта балаларыңызға жиі ертегі оқып бересіз бе?